Әйелдің күйеу алдындағы міндеттері. Ер адамдар әйелдеріне басшы, яғни әйелді бағып қағу, қорғау және тәрбиелеу ер адамның міндеті. Өйткені Аллах тағала күш-қуат тұрғысынан оларды бір-бірінен, ер адамды әйел затынан үстем қылды, әрі ер адамдар отбасының нәпақасын табушы. Ал салихалы әйелдер Аллахқа және ерлеріне басы бүтін бойұсынады. Ерлері жоқ кезде Аллах олардың құқығын қалай қорғаса, оларда ерлерінің қақысын қорғап, абыройларын әрі ерлері тапқан дүние мүлікті сақтайды, һәм араларындағы сырға берік болады. Ниса сүресі 34 аят. Ибн Омардан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, барлығыңда бақташы секілдісіңдер, және барлықтарың қол астындағылар үшін жауап бересіңдер. Басшы бақташы. Ер адам отбасының бақташысы, әйел ерінің шаңырағы мен балаларының бақташысы. Қысқасы, әрбірің бақташысыңдар, және өздеріңе бағынышты жандар үшін жауаптысыңдар деп айтты делінген. Бухари Уәсая 9, Мүслим Имара 20. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, егер біреудің біреуге сәжде етуін бұйырар болсам, әйелдің еріне сәжде етуін бұйырар едім деп айтты делінген. Муғаз ибн Жәбәлдән, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер осы дүниеде әйелі күйеуіне орынсыз зәбір көрсетіп, мазасын алса, жәннатта күйеуінің жұбайы болатын қорғыздарының бірі, Аллах жазаңды берсін, оны қинама. Ол жақында сенімен қош айтысып, бізбен қауышатын жаныңда уақытша ғана жүрген қонағың ғой деп айтады делінген. Тирмизи Рада 19. Усама ибн Зайдтен, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, өзімнен кейін ер адамдар үшін әйел затынан да зиянды сынақ, арбап азғырушы қалдырмадым деп айтты делінген. Бухари Никах 17, Муслим Зикр 97.